Ұшақта. Метод. Ал, сөйле. Сәлеметсіңдер ме? Өмірде әрқилы жағдайлар орын алып жатады. Онда тыңдап көрелік. Қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Менің орным терезе алдында, өткізіп жіберіңізші. Әрине, өтіңіз. Мен жалғыз емеспін, ұлым бар. Оны да өткізіп жібересіз бе? Жарайды, айтқаныңыз болсын. Ұлым, отыр. iPad берейін бе? Кешіріңіз, ұлыңызға құлаққап бересіз бе? Мен ұйықтап алайын деп едім. Үйіңізде ұйықтайсыз. Бұл қоғамдық көлік. Иә, алайда тәрбиелі адамдар құлаққап киеді және балаларын да соған үйретеді. Тәрбиелі адамдар басқаларға қалай өмір сүру керектігін үйретпейді. Мүмкін, бірақ мен түсіністікпен қарайсыз деген сенімдемін. Басым ауырып тұр. Мүмкін сіз өзіңізге жеке ұшақ сатып аларсыз. Менің ондай ақшам жоқ. Онда күңкілдемеңіз. Астанаға дейін небәрі 1,5 сағат ұшамыз. Сіз әйел адамсыз ғой. Көрген сіздің ісін істеп отырсыз. Сіз де Ален Делон емессіз. Айтайын дегенім, өте сұлу әйел екенсіз. Солай ма? Ұлым, құлаққабығыңды таға ғой. Қалауын тапса қар жанады. Әрдайым әркімге түсіністікпен қарайсыңдар деген ойдамыз. Келесі сабақта кездескенше. Сау болыңдар.